Кәнеки шапалақтарыңыз қайда? Кәнеки баршам шапалақ. Тойларыңыз құтты болсын. Шапалағырымыз кәнеки. Айғай шу естілмейді кәнеки шапалақ. Рахмет. Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін өтіп жатқан Асқат пен Айгердің тойы құтты болсын. Жастар өмір бақи бақытты болсын ағайын. Рахмет. Енді қадірлағандар, мен алдарыңызға не үшін шықтым? Мен сонау Алматы қаласынан осы Атырауға қалай келдім? Немен келдім, соны айтып берейін. Маған Асқат хабарласып айтты, мен үйленіп жатырмын, сен тойыма келсейші деп. Мен айттым, барам дедім. Самолетке билет алып бер дедім. Айтады, Асқар келсейші, келгесін есептесеміз деді. Сосын жарайды деп аэропортқа барсам, билет өтіп қапты. Сосын не істеймін? Жіті вокзалға бар билет алдым. Қазір мен жіті вокзалда не үшін айтып отырмын? Диспетчердің даусын, пойыздардың даусын салам. Менің салған дауыстарым қазір точно ұқсаса шапалақ ұрыңыздар. Егер салған даусым ұқсамаса ұрмай қойыңыздар. Келістік па? Олай болса мен бастайын. Маған айтып еді, Атырауда шапалақ ұрғанда люстра қозғалады дейді. Бір люстраны қозғалып бір шапалақ ұржыңдаршы кәнеки. Рахмет. Мен жіті вокзалға бар билет алдым. Алматы Атырау деген пойызға. 10 минуттан кейін диспетчер пойыз келейін деп жатыр деп былай деп хабарлады. Құрметті жолаушылар, Алматы Атырау пойызы бірінші жолға келіп тоқтайды, сақ болыңыздар деп хабарлады. Бір кезде алыстан пойыз келе жатыр. Құрметті жолаушылар, Алматы Атырау пойызы бірінші жолға келіп тоқтады деп. Бар, ішіне бар, купенің ішіне кіріп қалдым да, бар, отырдым, жүгімді, пастелімді бәрін реттеп алдым. 10 минуттан кейін диспетчер хабарлап пойызды жүргізіп жіберді. Құрметті жолаушылар, Алматы Атырау пойызы бірінші жолдан жүріп кетеді, сақ болыңыздар. Пойыз жүріп келе жатыр. Сосын мына білесіздер, пойыздың ішінде ана тамақ жеп боласында әжетхана бар, қолын жуып қайтасың. Бірақ мына орнынан тұрып әжетханаға бара жатқан кезде коридор тар болады ғой, пойыз шайқалып жүреді. Сол кезде адамның жүрісі де бүйтіп жүресің де. Алдыңнан бір әйелі келе жатады, қолында шәйнегі бар. Соған жол бересің де бүйтіп тұрасың. Сосын мына туалетке кіресің. Туалеттің есігін ашып кірген кезде туалеттің дауысы басқаша шығады екен. Бар ма араларыңызда туалетке кіріп көргендер? Есігін ашып кірдім. Есігін жауып тастадым. Әжетхананың ішіне кірген кезде дауыс бүйтіп шығады екен. Ана әжетханадан шығып бара жатып, унитаздың түбінде педаль болады. Соны басып кеттім. Әжетханадан шығып алдым да, екі вагонның арасынан өтіп кеттім. Тамбур деген жер болады ғой. Тамбурдан өткен кезде тамбурдың дауысы бүйтіп шығады екен. Қайтадан өтейін ба? Өтейін ба? Өт десеңіздер, той біткенше өтіп жүре берем. Бұлай да бұлай. Сосын бардым да, орнына барып отырдым. Бір кезде пойыз тоқтап тұрды да, встречный пойыз өтті. Встречный пойыз өткен кезде бұлай болады да. Алыстап кетіп бара жатыр. Сосын Алматыдан енді Атырауға келе жатырмыз ғой, ұйықтадым, ұйқым келді, тамақ жеп болғанда ұйқым келді. Ұйықтадым, терезеден ояндым. Терезеден қарасам, Қызылорда деген жазуды көрдім. Қанат бауырымыздың ауылы ғой. Пойыз Қызылордаға кіріп келе жатыр, жай жүріп келе жатыр.
Құрметті жолаушылар, Алматы Атырау пойызы Қызылорда қаласына келіп тоқтады. Тұру уақыты 20 минут. Пойыз тоқтап тұрады да, станция 20 минут уақыт береді, тамақ жеп, анау-мынау алып аласың ғой, манты, анау-мынау. Бірақ пойыздың есігі жабық тұрған кезде сыртта сатушылар келеді. Солардың дауыстары далада мынандай естіледі да. Салқын минералка, қуырған котлет, копченый сигарет, манты, алып. Проводник есікті ашып қалады. Манты, қуырған котлет, салқын минералка, ыстық самса аламыз деп. Қызылорданың бір әдемі құстары ұшып келе жатыр. Ойлап қоямын да, Қызылорданың құстары неғып ұшып жүр, бұлар неғып қонбайды десем, Қызылордада тал жоқ екен ғой. Крещаның төбесінде көгершін отыр, настроениесі жоқ. Деді да ұшып кетті. Bir кезде диспетчер хабарлады, микрофонды осылашып жіберсеңіз. Құрметті жолаушылар, Алматы Атырау пойызы техникалық себептерге байланысты жүрмейтін болды, жүктеріңізді алыптыңызды өтінеміз. Түсіп қалдым да, Қызылордада бір ағайыным бар, соған хабарластым. Мен күтіп алдым айжасымен. Мына жер үйде тұрады ол. Мына жер үйдің есігін ашқан кезде дауысы былай шығады екен. Үйге кірдім. Үйге кірсем, жеңгем залды пылесосымен тазалап жатыр. Кішкене микрофон дауысын ашып жіберсеңіз, жай болып тұр. Залдан пылесостың дауысы шығып жатыр да. Ана пылесостың басын диванның астына тыққан кезде дауысы өзгереді екен. Ана бір баяғыда бір ай бұрын жоғалып кеткен нәскей пәскелі тығылып қалады да. Мына жақтан кухнядан шайнектің қайнаған дауысы шығып жатыр. Шайнек қайнат, бәріміз шай сотқанбыз дастарханда. Қалтамда соткым вибрация беріп жатыр. Сообщение келіп жатыр. Телефон көтерсем Асқат екен. Бауырым, қайдасың, той басталады кешке, келесің бе деді. Мен айттым, Асқат, мен Қызылордада қалып қойдым, жол жабылып жатыр десем айтады. Асқат айтты, күте тұршы деді. Қазір мен саған 5 минуттан кейін соғам деді. Обратно соқты да айтты, Асқар, сен уайымдамай қой, мен саған қазір вертолет жіберем деді ол. Асқат вертолет жіберді, мен осында вертолетпен ұшып келдім Атырауға. Сосын вертолет бірден ұшып келмейді ғой. Жаңа Қызылордада ағайынның үйінде ат бар. Қорасын айттым, атқа мінейінші дедім. Қазір жарайды деді, ат қорадан үйдің иесі атты жетектеп келе жатыр. Ат еріп келе жатыр. Атқа мініп алдым, қолымда қамшы бар. Артында ит еріп келе жатыр. Опа, Gangnam Style. Атпен серуенде кішкене бір атқа міндім. Сосын үйге барып қамат бастайын дедім да, атты жетектеп келе жатыр. Қораға мап тастадым. Қайтадан звондап соттың вибрация берді. Телефон көтерсем, Асқат айтты, вертолет кетті деді. Сыртқа шықсам, вертолет ұшып келе жатыр. Ана вертолетке мініп алдым. Вертолет Атырауға келіп қонып жатыр. Секіріп түсіп қалдым, парашютсіз. Атырауда көшеде милициялар жүр. Трассаға шықтым да такси ұстайын дедім. Такси келе жатыр. Такси келе жатыр. Өзі бір машина айналып жүрген. Ана машинаға мініп алдым да келе жатырып айттым, аға супермаркетке бар, су алып алайыншы дедім. Супермаркетке кірдім, бір баклашка су алдым. Ана жерде осы жерде 20 адам тұр. Кассир затты өткізіп жатыр. Сосын шықтым да таксиге отырып айттым, ресторанға басыңыз дедім.
қатты айдап келе жатқанбыз, артымызда май қызметкерлер көріп қалды, ремень тақпағанымызды көріп. Еще 20 мен кетіп бара жатырмыз. Артымыздан гай келе жатыр. Бере бер. Примите право, остановите машину. Жа, ұстап алған гайшикпен ұстап ал. Ұстап алған гайшик Асқат таниды екен. Авторитет қой Атырауда. Жібере сал. Сіздердің алдарыңызға Асқат пен Айгердің тойына Алматыдан мен осылай келдім. Енді рахмет. Осы енді көріп отырсыздар, жаңа Айгерім Қалаубаева келіп жатыр. Тойда қанат жүргізіп жатыр. Заттыбек көп болсын ағамыз бар. Неше күнді жұлдыздар келіп жатыр. Бірақ осы тойға арнайы Асқат пен Айгерім құттықтауға Алдараспан театрының директоры Нұржан келді. Тука келді. Танисыздар ма? Олай болса сіздердің керемет қошеметтеріңізбен шақырайын. Нұржан Төлендей шақалауып қойсаңыздар. Ау. Есеге. Ау. Тағы да. Не ғой? Ау. Той туралы дейсіз ба? Не ғой? Той жақсы ғой? Той жақсы ғой? Той болса жақсы ғой, болмаса не жақсы? Соған не жетпей ма? Бүтін шаққойда келді. Мыналарға кім туып жатыр? Туу процесс тоқтасын деп қойды. Ассалаумағалейкум ағайын, амандасып алайын, бәрі көзсіз отырсыздар ғой, шапалағын қайта чәлейді. Ал енді қадірлағандар, Асқат пен Айгерім тойы құтты болсын. Енді біздер актер саласында жүргеннен кейін ән айтамыз, әзілдейміз ғой. Мен бір сіздерге әзіл айтып берейін. Мынау баяғыда Алдар Көсеннің иті қайтыс болған ғой. Ауылда бір 3 бай тұрады екен. Сол айтады дейді, осы Алдар Көсе бізді мазақ қылғанда жақсы ғой. Барып бізді итіне көңіл айтайық деп үшеу барыпты. Барып айтады дейді, Алдеке, итіңіз қайтыс болыпты. Жатқан жер жайлы болсын, топырағы толған болсын деп үшеу күледі дейді, қарт деп. Сөйтсе Алдекенің бәйбішесіне қарап тұр. Бәйбіше, дастархан жай, Ақтөстің достары келді ғой дейді. Ақтөс өлер кезде үшеуінде іздеп олады ғой дейді. Бір жігіт Молдекеңнен сұрапты. Молдеке осы менюға киген қыздарға қарауға бола ма десе болады деген ғой. Ал жігіт пен қыз сүйісіп тұрса оған қарауға бола ма десе болады депті. Ал Молдеке бұл өмірде не нәрсеге қарауға болмайды десе, ана Молдекең бүйтіп қарап тұрып, сваркаға қарауға болмайды деген ғой. Көзің ауырады деген ғой. Енді әзілдеп жатырмыз ғой енді. Бәрі де әзіл ғой. Енді мен осы сәт пайдаланып, баяғыда осы Алдараспан театры ашып жатқанда алғашында қалқамай деген ән айтқам. Мен сол қазір сіздерге живой орындап берейін, мақұл ма? Сіздер шапалақ ұрыңыздар. Ау? Кім баласын ба? Мен әкімде. Ау? Ей, барағын. Баяғыда ән айтып, арасында билет қоясың, ән айтып берейін. Маэстро деп қойыңдар, шош кетпеңіздер. Кетіп қолай болса. Жайға қылып жас болып жүргенде қалған жанымның сұлуай қалған бастағандай қайтадан жатықша қалған сақананың айтын жанымның сұлуай қалған қалқамай өмір деген әрқалай жанымның сұлуай қалқан ей сендер рахмет. Еліміз заман, бейбітшілік заман болсын. Осындай тойға жете беріңіздер. Асқат пен Айгерім бүгін үйлі той болып жатыр ғой. Келесі жыл бесік тойға да келейік баршамыз. Рахмет ағайын, тойға жете беріңіздер.